Біздің студия өте өнерлі тұлғалар мен би мен әнге толған. Сонымен қатар оның тағы бір ерекшелігі бүгінгі келіп отырған екі меймандарымыз да жаңағы өздеріңіз көрген Орда Гүлдері би ансамблінің өзі Батыс Қазақстан облысынан болса, ал енді тағы бір сол өңірдің тумалары, бірақ та барша қазақ еліне танымал әзілкеш көңіл жандар таныстырып өтейін. Назар аударыңыздар. Назар аудар командасының мүшелері Самат Қабдиев және де Ақболат Өтебай. Бүгінгі біздің қонақжай студиямыздың қонақтары. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң барлықтарыңызға. Енді кеше ғана дүркіретіп, дүрсілдетіп, ең алғашқы Ақтөбеде концертті беріп өттіңіздер. Енді бүгін білуімізше, байқауымызша енді концерт на бис дейміз ғой, екінші концерт барша көрермендерге арналмақшы. Енді кешегі Ақтөбе жұрты қалай қарсы алды? Керемет болды. Кеше филармонияда болды, өнер орталығында 1200 адам лық толы залда концерт өтті. Өзіміз қуанып қалдық. Енді Ақтөбе құдайға шүкір келген сайын ренжітпейді ғой. Енді бірінші сеанстың билеттері бітіп қалғанына байланысты тағы да келе алмағандар бар, келе алмай қалғандар бар, соларға бір жақсы тағы да екінші концерт қойып берейік деген ұсыныспен бүгін екінші концерт, оған да билеттер аз қалыпты. Бүгін кешке Алла нәсіп етсе филармонияда, қазіргі бұрынғы филармонияда бұйырса бір жақсы бір концерт той деп тұр. Келіңіздер, уақыттарыңыз болып жатса. Тамаша, керемет, өте қуаныштымыз ойларыңыздың шығып жатқанына. Біздің халықтың осылай сізге үлкен бір қошеметпен қарсы алып жатқанына. Жалпы өздеріңіздің топтарыңыз туралы қай уақытта, егер артқа қарай кішкене шегініп, тарихтарыңызға деп айтсақ болады шығар, үңілсек, қай уақытта құрылды топ? Жалпы осы уақытқа дейін қанша бір есеп бере аласыздар ма? Мынадай концерт бердік, мынадай жерде көп болдық деген сияқты. Оны деген енді осыдан 8 бе 9 жыл ма бұрын октябрьдің қазан октябрьдің 10-ы үші күні ең бірінші команда құрылды. Ең бірінші алғашқы ойыны үші күні болған октябрьдің. Содан 10 күні өзіміз нақты. Үші күні бірінші қалай тексеріп дейміз бе қалай дейміз, Оралдың ішінде бір ойынға ойнап, содан 10 күні Марстың тойы болды. Содан бастап команда қолға алынды. Содан кейінгі біздің берілген концерттер осы. Қазақстанда 10-15 рет айналып шыққан шығармыз. Оның алдында Жайдар Бангесінде де Есенер үлкен ағамызбен осы Ақтөбелік. Онымен бір 8-9 рет аралаған шығармыз. Содан кейін өзіміз бір 5-6 рет Қазақстанды бір аралап шықтық. Жалпы үйреншікті жағдай өзімізге келісіп қалды. Халықта құдайға шүкір әйтеуір қолдап келе салады. Жалпы гастроль деген өсіреді ғой. Концерт, тағы да басқа халықпен жеке қарым осындай дәрежеге жетуіміздің өзіне осы үлкен гастрольдің септігі тиді ғой. Ал жарыстар олар өзіне өзі бөлек қой. Ал команданың құрамы осы уақытқа дейін өзгерісте болды ма? Болған жоқ қой. Оның сыры неде сонда? Ешкім кеткен жоқ. Біз бір-бірімізге қарызбыз десең. Түсінікті, таңсәріден кешеден бері Ақтөбелік көрерменге күлкі сыйлап жүрген жандар. Енді тағы бір ерекшелігі, енді осы уақытқа дейін былайша айтсақ, ермегін кәсібіне айналдырған жандар деп айтуымыз болады. Енді бұған дейін студенттік жастық шақта сонымен басталған дүние, дәл осы әзіл әлеміне бет бөлуларыңыз. Енді бүгінгі таңда сіздердің кәсіп көздеріңіз. Енді бұл сіздерге өте ерекше уақыттың ерекше өтуімен қатар қазір бір жұмыс ретінде қалыптасты. Енді осы сіздердің өнеріңізге отбасыларыңыз қандай баға береді? Қолдау қаншалықты, немесе бір кейде түсініспеушілік жағдайлар болып қала ма? Енді көп жайдарманшылардың негізі жалпы басында табыс әкеле қоймайтын нәрсе ғой енді. Бірақ енді орыстар айтады ғой, айды армандасаң жұлдызға жетесің дей ме? Әйтеуір айды армандап жүріп жұлдызға жеткен адамдардың команданың біріміз деп ойлаймын. Себебі басында жаңағыдай үйдегілерде бір болатын, осы ақша бола ма, осы сағаннан бола ма, или болашақ шаруаң бола ма деген сияқты. Қазір құдайға шүкір мойындады, осы тұрғанда жігіттердің баспасының отбасы бар, әркім өзінің отбасын асырап, әйтеуір құдайға шүкір үйдегілер ақша берсін, бола өздері қоя қояды екен десең. Енді осы 8 жыл тарихымызды Алланың қалауымен осы жақында Тұрсынбек Қабатов бастаған Астана қаласының мемлекеттік театр ойнап отыр ғой, жастар театры бұйырса. Аманшылық болса ең бірінші концертін жазға қойып отыр осы. Алдымыздағы жаздың бірінші айының 10 күні. Келіңіздер уақыт болса, бәріне шақыра береді дейді. Сіздерде таңертең басталады жұмыс, бізде кешке басталады. Кешке қарай. Жалпы осы команданың құрамында жүрген барлық тұлғалар тек сахнаның үстінде ғана ма, жоқ әлде сахнаның артында да бір өзіндік жұмыс тауып жүрген тұлғалар бар ма? Стиль, сценарий деген сияқты. Әрине, сценаристер көп қой.
сценаристтер жазып жүрген сценаристтер бар, біздің командада жігіттер бар, сценарий жазатын, сериалдарға, ситком, скетчком, тағы да басқа сол сияқты. Біздің көбісі қазір кеңінен таралған қай ел дейтін бар, жастарға қарап, үлкендерге қарап кетіп соны жазып жатқан біздің жігіттер. Жалпы оның саласын оқып алғаннан кейін қазір сериал тағы да басқа нәрселер қолдан келеді, жазу. Тек қана әзіл, сахнадағы әзілдер емес, телеканалдағы жаңа болып жатқан ситком, скетчком, тағы да басқа сол сияқты ұқсас нәрселер жаза беруге деп жатыр. Мүмкін киноға да кетіп қалармыз бұйырса жақында. Енді осы уақытқа дейін енді Назар Аудар командасының прогрессін қарап отыратын болсақ, осы уақытқа дейін түрлі бағыттағы әзілдер ойнап келгенмен, енді бұл шынымен де жеке фактор әсер етті ме? Отбасын құрғаннан кейін Назар Аудар командасы отбасылық әзілдерге көбірек бет бұрды. Сонымен қатар әрбір ойыншының өзіндік бір отбасының мүшесінің образы қалыптасты. Енді осы образдар қайдан алынды? Біреуден алынды ма, немесе ол таза ойлап табылған персонаж ба? Образ деген соғысы жалпы қазаққа кеңінен тараған кез келген адамның анасы, әкесі сол біздің ойнап жүргендерімізде ғой. Өзіміз не көрдік сол ғой. Иә, үй ішінен шығады ғой, бірақ біздің үй іші сол барлығының үй іші ғой. Алыста емес қой бір-бірінен. Дәл біздің үйдегі адамдар сіздің үйде де бар деген сияқты. Сол үшін сонысымен қызық қой. Көз алдарына көріп жүрген адамды қойып бергеннен кейін оларға қызық болады, және оған ситуация тағы да басқа қосып ары кішігірім қоғамдағы жаңағы проблемаларды қозғап өтсең, соның өзі бір үлкен домашка болып қалады, көрініс. Жалпы осы талғамды бұлшықет сияқты әрдайым жаттықтыру керек дейді. Сол талғамға қарайсыз, яғни сонда интернет арқылы жоқ, бір ортада отырып әңгімелесіп отырып, мына бір талғамға адамның қызығушылығы биік екен, осыны қойсақ екен деп отырасыздар ма сонда? Енді біздер жалпы жолда көп жүреміз, командировка деген болады, концертте жүргенде. Біздің тренировкамыз осы ғой, қазір біздер концертте жүрміз. Әр концертте жайлап екі дүниеден болсын, бір дүниеден болсын, жаңағыдай бір нәрсе көріп қалсаң, бір қызықты адамдармен кездесіп қаласың жол жүргеннен кейін. Сондай адамдарды уже керегін алып отырасың өзіңе. Бір адамның образын аласың, бір адамның қызық сөздерін аласың, жайлап жинап әйтеуір. Болмаса біздер командамен біздің ерекшелігі командада барлық балалар бірге жазамыз да. Біздер осы кезге дейін біреудің жазып берген дүниесін ойнап көрмеппіз. Оны ойнай алмайтын да сияқтымыз. Іштен шығып жатқан дүние дейсіз. Бізге ыңғайлы, өзіміздің жазғанымыз, өзіміз ойнаған ыңғайлы. Жақтан келеді ғой. Енді Назар Аудар командасы Қазақстанның түкпір-түкпірін аралап қайтқан команда деп толықтай айтуымызға негіз бар. Енді мынадай бір кішігірім бұны интерактив дейміз ба, былай бір қызық болсын. Мен сіздерге кез келген бір қаланы, осы өңіріміздің, еліміздің бір кез келген қаласын айтам. Сіздер сонымен ассоциация жасайтын бір ауыз сөзбен ғана айтып өтсеңіздер. Мысалы, Ақтау, Каспий мысалы. Сол секілді. Ақтау мұнай. Ақтау мұнай. Атырау. Мұнай ғой. Атырау. Ақтөбе. Жол деп айтсам деген. Петропавл дейік. Петропавл, орыстар. Павлодар. Орыстар ғой олда. Қызылорда. Қызылорда деген не ғой? Әкім күшті қала. Әкім бә, Көшербаев па бізде болып кетті ғой айтпақшы ол кісі. Қарағанды. Не ғой? Көмір ғой? Семей. Салқын. Астана. Астана қымбат. Орал. Қымбат дейсің. Ештеңе. Орал енді өзімізге ыстық қала ғой. Алматы. Күйбің тіршілік. Ал Ақтөбе. Әкімі күшті, қонақжай халық қой. Түсінікті, мінеке қонақжай халық, қонақжай студиямызда сіздерді қашанда көруге дайынбыз. Шай бола ма деп, қонақжай деген сөз. Иә, міндетті түрде болады. Дей тұрғанмен, әрмен қарай жалғастыратын болсақ, енді алдағы жоспарларыңыз қандай? Енді бүгінгі таңда бір жоспармен бөлістіңіздер. Ол енді бұйырса осы қазақтың бір бас әзіл кештерінің бірі Тұрсынбек Қабатовпен бірге театр төңірегінде дедіңіздер. Осымен қатар Назар Аудар жобасы не болды? Назар Аудар жобасы дегенде осы Назар Аудар толық командамен бірге ат өзгеруі мүмкін. Назар Аудар деген осы уақытта 8 жыл бойы алып келген нәрсе. Енді театр болуға Назар Аудар деген нәрсені жоя салу ол деген қатты енді бізді ойландыратын нәрсе емес. Театрдың өзі бір бөлек қой, енді команда болып жарысып жүргеннен гөрі орныққан, оның үстінде Тұрсынбек Қабатовты Назар Аударға алып алмайтын шығармыз деп. Одан да жаңағы Астана қаласының жастар театры болып жүре берген дұрыс. Бірақ халықтың аузына Назар Аудар болып қала беретін шығармыз.
базар жоқ әзіл әлемі деген сияқты ғой. Енді Өркен, менде мынандай бір сұрақ туындап отыр. 8 жыл бойы, яғни сахнада өздеріңіздің өнерлеріңізді көрсетіп жүрсіздер. Жалпы 5-10 жылға болашаққа қарайтын болсақ, өздеріңізді кім болып көресіздер? Әлде солай сахнада ма, жоқ әлде басқа бір? Мүмкін сахнада. Ол жағын ойлап көрмеппіз, бірақ жаңағы айтып отқандай за кадрында жұмыс жасауға жұмыстар көп қой, жаңағы фильмдар бар, сериалдар бар, мүмкін үлкен бір продакшн болып, сол шаруаны қолға алармыз, қолдан келсе. Жалпы өнерде көресіздер ары қарай өздеріңіз? Өнерден екеуміздің де мамандық, менікі электроэнергетик, сенікі менікі дәл өнерге қатысты мұнай газ ғой. Үйде ол мамандықты деген қиындау сияқты бізге. Байқасам тек қана сіздерде емес, команданың барлық мүшесінде де тағы қандай мамандық иелері бар? Бізде мамандықтың түрі бізде ғой. Бізде Ақболат, Ғазиз, Азамат, Марс электриктер. Мен мұнай газ. Мәди финанс. Қаржы. Азамат электрик қой. Асыл Ұлымбек бізде агроном. Мінекі керемет. Жалпы расымен де бір отбасы болсаңыздар, ешқандай қиналмайтын сияқтысыздар. Тоққа жауап беретін адам бар, жер өңгейтін адам бар. Тоққа жауап бергенде свет сөндіру, жағу, зарядка қою, сондай. Мінекі мамандық, диплом сол үшін дейсіз ғой? Диплом бар. Диплом бар. Жақсы рахмет, әрине көп рахмет дейміз. Дей тұрғанмен бүгінгі қонақжай студиямызға келіп, бүгінгі осынау Ақтөбеге тек қана концертпен емес, сонымен қатар келген көрерменнің әрқайсысының сауалына жауап беріп, өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды қиып келгендеріңіз үшін көп рахмет дейміз. Сіздерге толағай табыстар тілейміз. Болашақта алашыңдарыңыз, биіктеріңіз көп болсын, және өнерлеріңіз әрдайым таусылмай, идея деп жатамыз, сол идеялар көптен көп келе берсін. Назар аудар дейміз ғой, аттарыңыз, заттарыңызға сай, қашанда дәл қазіргідегідей, одан да әлде қайда артығырақ елдің, халықтың назарын өздеріңізге аудартып жүре беріңіздер деген тілегіміз бар. Барлық тек қана өнерпаз ретінде емес, қарапайым қазақы отбасы ретінде әрқайсыңыздың отбасыларыңызға ынтымақ, ырыс, береке тілейміз. Жалпы өнер миллиондаған жүректерді біріктіреді деген бар ұғым Ахмет Байтұрсыновтың айтып кеткен сөздерінен. Бүгінгі біздің бағдарламамыз осы өнерге байланысты, өнердің басын біріктіретін тұлғаларға байланысты болды. Яғни өздеріңіздің күнделікті сахнада, күнделікті телеарнада, жалпы интернет желісінде көріп жүрген өнерлі тұлғаларды бүгін сіздерге паш еттік. Енді осы орайда қонақжай студиямыздың қонақтарымен, меймандарымен қоштасудан бұрын ол жандарды енді Ақтөбе қаласына келіп жатқан қонақтарымыз, сондықтан барша болашақ өнер иелеріне, қазіргі сіздердің арттарыңыздан жолдарыңызды қуып келе жатқан іні қарындастарыңызға тілектеріңіз болса, енді таңғы тілек болсын. Таңғы тілек болсын. Ұйқыдан тұрмасын тілек айтқан бір сөйлеген. Жалпы енді әрбір адам баласына деп айтайық, өзінің шама-жесін жететін нәрсені армандау керек дейсің. Мен айтамын, жалпы әр адам баласы армандай білу керек, сол арманға, мақсатына ұмтыла білу керек. Негізі мынау болмайды-ау, мен үшін мынау қиын-ау деген ондай болмау керек адам баласында. Ең бастысы өзің жететінге сенімді болсаң, сол нәрсені армандап, күндіз-түні ойында сол нәрсе болатын болса, сен оған міндетті түрде жетесің. Мақсатым дұрыс қойып, жалпы бірдеңе ойлап отыр едім, жаңағы соны үлгере алмай қалып, сен тағы бір сөйлей ме деген. Бұрын деп па. Енді қазір Құдайға шүкір сондай бір жақсы керемет мемлекетте өмір сүріп жатыр қой. Әрбір адам ойлаған нәрсесіне жетіп жатыр, әркім ойына келгенде істеп жатыр қазір енді. Енді мүмкін өнерде болсын, тағы да басқа да болсын, іні қарындастарымыз осындай бір үлкен шаруаны қолға алып, осындай бір белгілі бір дәрежеге жетем деген жетістіктеріне Құдайға шүкір қазір елімізге бүткіл жағдай жасалған. Қолдан жасалған, енді осындай жағдай жасап тұрған кезде, енді осындай мемлекетте өмір сүріп жатқаннан кейін қолдан келеді деп ойлаймын, бүткіл жағдай бар. Мен мынандай танысым жоқ, я болмаса менің мынандай емес деген әңгіме емес. Кез келген адам, маман иесі қазір өзінің дегеніне жетіп жатыр ғой, дегендеріңізге жетіңіздер. Бүгін кешке концертқа келіңіздер, сосын жалғастырып күштеп айтып беремін. Әбу-Насыр Әл-Фарабидің әркімнің өз алдына игілікті мақсат қоюында ең үлкен бір мағына бар дейді. Сондықтан құрметті көрермен, біздің қонақтарымыз айтып кеткендей, ең бастысы алға қойған мақсаттарыңыз бірегей болсын, нақты болсын. Дей тұрғанмен, ел іші өнер кеніш дедік, еліміздің ішінде өнерлі азаматтар, өнерлі болашақ бүлдіршіндер көп болсын деген тілегіміз бар. Құрметті көрермен, өкінішке орай сізбен біз қоштасуымызға тура келеді. Әр аптаның бүгінгі бейсенбі күндері
сәрсенбі күндері сіздермен жолығуға қашанда дайынбыз. Сондықтан да таң сәріде Рика телеарнасына назар аударған барша көрерменге рахмет. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар дейміз. Атқан таң бақыт тілесін сіздерге, сыйласын.